Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілінен 38-ші сабақты өтеміз. Дыбыстардың үндесуі тақырыбы. 5-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Дүйсенбіде басы ауырып жатты. Сейсенбіде іші ауырды қатты. Сәрсенбіде аяғы ақсады. Бейсенбіде асу тісі қақсады. Жұма күні жөтел қысып, сенбі күні тобығы тайыпты. Ал жексенбіде құлан таза айықты. Сонда оның сырқатан қалай атауы лайықты? Марат Нұрқалиевтің өлеңі. Енді өлеңде қандай бала суреттелген деп ойлайсың деп тұр. Өлеңде әр күні бір жер ауыратын жалқау бала суреттелген. Келесі, ол неліктен жексенбі күні ауырып қалмады? Ойыңды бөліс. Өйткені жексенбі демалыс күні, ол күні сабақ болмайды, сондықтан бала ауырмады. Келесі, өзің жексенбі күні қалай өткізесің? Мен жексенбі күні демаламын, отбасыммен уақыт өткіземін, кітап оқимын және серуендеймін. Келесі сұрақ, өлең кейіпкерлері туралы өз пікіріңді айт. Өлеңдегі бала жалқау, ол сабақ оқығысы келмейді, сабақтан қашу үшін түрлі сылтау айтады. Келесі, өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар, олардың айтылуымен жазылуын салыстыр деп тұр. Қарамен жазылған сөздер бізде апта күндерінің атаулары. Олар айтылуы да ұқсас, бірақ жазылуы әр түрлі болады. Енді апта күндері дүйсенбі, айтылуы дүйсенбі, яғни н-ға айналады. Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, яғни жұма ғана өзгеріссіз қалады. Келесі, сенбі, жексенбі болады. Яғни түсіндіретін болсақ, кейбір сөздерде н дыбысы б дыбысының алдында келсе, айтылуда м болып өзгереді. Яғни н айтылуында м болып өзгереді. Енді келесі жаттығуда кестені толтыр. Ұлдар және қыздар болып екіге бөлінген. Бұл жерде Дүйсенбек, Жұмагүл деп ат қою себебі неде деп ойлайсың деп тұр. Қыздар аты және ұлдар аты деп екі бөлікке бөліп толтырып шығайық. Ұлдар аты Дүйсенбек, Сейсенбай, Сәрсенбай, Бейсенбай, Жұмабай немесе Жұмабек, Сенбібай, Жексенбай. Осылар ұлдар. Келесі қыздар есімі Дүйсегүл, Сейсенгүл, Сәрсенгүл, Бейсенгүл, Жұмагүл, Сенбігүл, Жексенгүл болады. Енді түсіндірме ретінде бұл есімдер апта күндерінің атауларына байланысты қойылған. Қазақтар баланың туған күнін ерекше есте сақтау үшін немесе сол күннің қасиетіне байланысты есім қойған. Енді келесі жаттығу ойлан тап. Жарты жылда неше ай бар? Жарты жылда 6 ай бар. Келесі, неше айдың аты р әрпіне аяқталады? 3 ай, қаңтар, сәуір, мамыр. Қай айда 28 күн бар? Барлық айда кем дегенде 28 күн бар. Сенбінің алдында келетін апта күнін ата. Яғни жұма күні, сенбіден алдын жұма. Келесі, сенбіден кейін 3 күн өтті, ол қай күн? Сенбі, жексенбі, дүйсенбі, кейін сейсенбі болады. Келесі жаттығу шығармашылық үзіліс. Жұмбақты оқып шешуін тап. Ағайынды жетеуінің жұмысы бар, бесеуінің жұмысы жоқ, екеуінің. Яғни бұл жерде ағайынды жетеу дегеніміз 7 күнді айтып тұр, апта күндері. Жұмысы бар бесеуі, жұмыс күндері дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі, жұма күндерін айтып тұр. Жұмысы жоқ екеуі демалыс күндері, яғни сенбі, жексенбі күндері айтылған. Енді сызбадағы апта күндерін ата және сол күндері не істейтініңді әңгімеле. Бұл жерде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, яғни апта күндері көрсетілген.
Осы апта күндері және не істейтінім туралы әңгіме деп жазамыз. Дүйсенбіде сабақ оқимын. Сейсенбіде мектепке барамын. Сәрсенбіде спорт үйірмесіне қатысамын. Бейсенбіде үй тапсырмасын орындаймын. Жұма күні кітап оқимын. Сенбі күні достарыммен ойнаймын. Жексенбіде отбасыммен серуендеймін деп жазсақ болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарий жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.